Баршаңызға қайырлы таң, оян Қазақстан, бізбен бірге болыңыздар. Елордамыз тағы да төрткүл дүние назарында. Бұл жолы Астанаға әлем ұстаздары мен педагогиканың түрлі саласындағы майталмандары ағылып келіп жатыр. Халықаралық іс-шараларды назардан тыс қалдырмайтын әріптесіміз Ердана Ержанұлы жиыннан тікелей қосылымға шықпақ. Ердана, байланыстасың, қайырлы таң. Қайырлы таң, Ердана. Сөз өзіңде. Қайырлы таң, студия. Дәл қазір осымен 13-ші рет өткізілгелі отырған конференцияның биылғы тақырыбы оқыту, тәрбиелеу, жақсы көру Қазақстандағы балалар жылы деп аталады. Міне, конференция немене дегенше басталғалы жатыр. Бұл конференцияға XIII Зияткерлік мектебі мұрындық болып ұйымдастырып отыр. Жаңа заманның мұғалімдеріне заманауи құрылғылар, QR мен ақпаратты алып, мына жердегі кітаптарға қарай, Қазақстанның кітаптарына, оқулықтарына қарай баруға болады. Міне, бізде барып көрейікші. Қазір бұл кітапханада отандық педагогикалық және методикалық оқулықтар, міне мамандар танысып жатыр, көріп жатыр. Әртүрлі пәндерге қатысты міне оқулықтарды көруге болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай музыка, өзін-өзі тану, Қазақстан тарихы секілді пәндердің оқулықтары таныстырылған. Ары қарай жүрсек, бұл жерде XIII Зияткерлік мектебінің методистері жасаған оқулықтар бар. Ал дәл қазір осы конференцияның негізгі кейіпкерлерінің бірі Оксфорд университетінің оқытушысы Ирам Сираж ханыммен сұхбаттасқымыз келіп тұр. Дәл қазір міне ол кісіден ең алдымен мектепке дейінгі балалардың оқуы, білім алуы тақырыбында сұрақ көргім келіп тұр. Соның басты құпиясына байланысты. Thanks so much, Iram Siraj, Professor. It's lovely to see you here, and sorry for waiting, making you wait here right now. So the first question is, what should be the secret ingredient in preschool education for educators? There are many secret ingredients, but if I just mention two or three, the first is that early childhood educators need a very good training in child development, because we know that not all children develop in a linear way, but not always at the same time. So you can't expect one 3-year-old to be the same as the other 3-year-old or 3.5-year-old. They might be like a 2.5-year-old. So child development's very important. And with it, Ирам ханымның айтуынша, балаларды тәрбиелейтін тәрбиешілер міндетті түрде әр баланың бірдей емес екендігін ескеру керек дейді. Өйткені олардың физиологиялық және психологиялық дамуы әртүрлі болады, және соған байланысты методикалық және педагогикалық дайындығы да мықты болу керек дейді. And also the central role of language development and communication. So lots of opportunities for children to hear people speaking, to acquire vocabulary, therefore reading books and small group activities are really, really important for children, rather than class teaching, which is more primary and secondary. And the third thing... One more time. Ол кісінің айтуынша, дәл қазіргі балабақшаларда бұрынғыдай ертегі оқу, кітаптан, арнайы кітаптардан балаларға мағлұматтарды оқып беру, оларды ақпараттандыру анағұрлым маңызды дейді. Яғни сөйлесу, коммуникация дағдыларын дамыту басты назарға алыну керек дейді. And children learn from everything around them, but it has to be positive things. So the third thing I would say is educators have to have sensitive, responsive, loving relationships with the children, because if children don't feel safe and secure, it's very difficult for them to learn. Балабақшаларда дәл қазір оқытушылардың тарапынан, тәрбиешілердің тарапынан махаббат, мейірімділік, қайырым секілді негізгі принциптер назарға алыну керек дейді. Өйткені өздеріңіз білетіндей, бүгін конференцияның да басты бір принципі ол жақсы көру деп аталады. Сондықтан осы назарда, осы бағытта көбірек жұмыс істелу керек дейді. Енді біздің профессор ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, дүниежүзілік банк секілді үлкен ұйымдарға кеңесші ретінде қызмет атқарады. Соған байланысты Қазақстанға қандай кеңес берерін сұрағым келіп отыр. So what would you advise to Kazakhstani educators as you've advised so many worldwide organizations like UNESCO, UNICEF and Aga Khan Academy. So what would be your advice for Kazakhstan? I think my advice would be to capacity build at every level. So for instance, to look at what are the qualifications of your teachers, and what is the best continuing professional development for your teachers, and what is there at university level. Is there an opportunity for early years teachers, preschool teachers, to do masters
to do PhDs, and where are the early childhood educators reflected in research? So at every level, we need to build capacity because it's a really important area. I'm going to talk in the conference today about how preschool education can add to the economic wealth of nations. So thanks so much for these answers. Ирам ханымның айтуынша, мектепке дейінгі тәрбиешілердің магистратура, докторантура бағытындағы зерттеу бағытына көбірек назар аударылу керек. Университеттерде олардың магистратура мен докторантура бағыттарындағы зерттеулеріне, оқуларына көбірек көңіл бөлініп, гранттар бөлініп, және зерттеу мүмкіндіктерін толығырақ жасау керек дейді. Ирам ханым, сізге көп рахмет. Thanks so much for having us here and have a great day today. We are lovely to see you here as our professor and exchanging experience. Personality, so thanks so much. It's been my privilege to be in Kazakhstan and to visit some preschools and talk to teachers. I hope that parents will respect early years teachers and look at what they do in a fresh light. Сіздерге де алғысым білдіріп, тура осылай өзіңізге жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Көп рахмет сіздерге. Студия сөз кезекті өздеріңізде. Рахмет. Ердана, байланыс үзіп кетті, жаңағына құлақ қапты тағып берші, мен күніңіз сәтті өтсін деп қазақша айтқым келмейді. Рахмет, құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Жарнамалық үзілістен кейін студияда боламыз, сіздер де алыстамаңыздар. Баршаңызға тағы да қайырлы таң, достар. Таң берекелі болсын, күндеріңіз сәтті өтсін. Аумин. Енді құрметті көрермендер, өздеріңіз білесіздер, әр сенбі сайын хабар арнасында 19:00-де кавер-шоу жобасы еліміздің әртүрлі әншілері, танымал әншілері, бәрімізге танымал әндерді жаңа лебізбен орындауда. Солардың бірі Құралай Мейрамбек. Ескі әндерді жаңаша сарында орындайтын бір ерекше жоба расыменде. Көптеген, мысалы, әлеуметтік желідегі біз, мысалы, өзіміздің парақшамызға да салып жатырмыз, хабар арнасында, Инстаграм парақшасында салып жатыр. Ютубта да комментарийлерін оқитын болсаң, көбінің жазатыны бір ойға кеп итермелейді, көбінің жазатыны бір сол бір кездерге сапарлап қайттым-ау, мынандай орындауды бұлай орындауға болатын білмеппіз-ау деген сияқты музыка